Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен қатпарлы самса жасаған болатынмын. Ол бірден жасағаннан жұмсақ, қатарлақ әрі дәмді болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Алдымен бірінші қамырын дайындаймыз. Қамыр дайындалу жолы өте қарапайым. Оған су, тұз, ұн қажет болады. Ыдысымызға су мен тұзды салып, араластырамыз. Ұнды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын. Енді қамырды целлофанға салып, 10 минуттай бөлме температурасына қойып қоямыз. Келесі енді салмасын дайындаймыз. Салмасына әркім өз қалауы бойынша дайындаса болады. Сыр теркіден өткізіп, болмаса тауық еті. Салмасына мен фарш жуаны пайдаландым және тұз, бұрыш салып араластырып алдым. Енді қамырымызды алып, оны тең екіге бөлеміз. Алдымен бірінші қамырымызды жұқа етіп оқтаумен жайып аламыз. Келесі екінші қамырымызды да дәл осылай жайып аламыз. Қамырымызды жұқалап жазып болғаннан кейін үстіне ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Майды толықтай жағып болғаннан кейін жайылған бірінші қамырымыздың үстіне екінші жайылған қамырымызды жаямыз. Дәл осылай оның бетіне де толықтай сары майымызды жағып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды ораймыз. Дайын қамырды 15-20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Себебі қазір қамырымызды кескен уақытында жағылған сары майымыз ағып кетпеу мақсатында алдын ала холодильникке салып аламыз. Тестімізді холодильниктен алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Видеода көрсетілгендей етіп, қамырды ортасынан басып шығамыз. Піскен кезде ортасы ашылып, қатпарлы болып піседі. Енді қамырымызды қатты жұқа қылмай, орташа етіп жайып, ортасына салмасын салып, әдемілеп бүріп шығамыз. Осылай самсалардың барлығын орап шықтым. Самса сарғайып пісу үшін үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығам. Самсаның үстіне кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Мен кунжут сеуіп шықтым. Енді самсамызды пеште 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Самса 30 минуттай пісіріп алдым. Енді оны тарелкаге салып, суытып аламыз. Менің самсаларым осымен дайын. Самса жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін.